Балалар, біздер қазір қазақтың ұлттық ойындарының бірі бестемше ойын ойнаймыз. Бестемше ойыны ол тоғыз құмала ойындарының қарапайым түрі болып табылады. Біздің алдымызда неше қазандық бар, неше отау бар, 10 отау және 2 қазандық бар. Нұрдәулет, сенің алдында неше отау бар? Санаш? 1, 2, 3, 4, 5. Ибрахим, сенің алдында неше отау бар? 5 отау бар. Осы 5 отаудан барлығына 5 асықтан салып шығамыз. Ал қане балалар, салайық. 5-5-тен саламыз. 5 асықтан саламыз. 5-еуден Нұртас сала ғой. 5 салдыңдар ма? Нұртас сала, 5 сал. 5 сал. Балалар, бұл асықтар қайдан шығады? Бізден қайдан келеді? Қойдан аламыз да. 4 түліктің бірі қойдан аламыз. Ал енді бұл бестемше ойынымызды бастаймыз. Нұрдәулет, бастай ғой. Бірінші өзім мен бастап көрсетейін. Қараймыз. Қараймыз. Тамерлан, қолыма алдым. 4 отаудың ішінен, 4-ші отаудың ішінен мен 4 асықты алдым. Оған саламын, қараңдар. Нұрдәулет, сенің отауыңа келіп түсті, ал енді осы асықтарды санай ғой. 6 асық ол жұп болып табылады. Жұп болса, ол асықтардың барлығын мен алам. Мен алып, өзімнің қазандығыма салам. Келесі, Рахым, бастай ғой. Алау. Бір асықты тастап кетесің. Салау. Мына жерден баста, сал. Бір-бірден, мұнда бір-бірден салау. Мұнда сал, мұнда сал. Мұнда саламыз. Мұнда сал біреу. Мұнда біреу сал. Мұнда сал. Біреу. Мұнда сал. Ал енді Рахым, санаш, немесе асық бол. 6 асық жұп болғасын, бұл асықтың барлығын сен аласың, өзіңнің қазандығыңа саласың. Келесі, Ибрахим, ал, ойнай ғой. Бір асықты тастап кетеміз, бастап саламыз. Ибрахим, мұнда неше асық бар, санаш? 6 асықты жұп болғасын, өзіңнің қазандығыңа аласың міне. Келесі, Нұртас, бастай ол. Біреуін тастап кетті. Ал, санай ғой. Тамерлан, санай ғой, неше асық бұл? 8 асық жұп болғасын, Нұртас өзінің қазандығына алады міне. Келесі, Нұрдәулет, ал. Бестемше ойын жалпы түсініңіздер ме? Бұл асықты біздер қайдан аламыз? Қойдан аламыз. Қой біздер